Қайырлы күн, білім алушылар және ата-аналар, мұғалімдер. 4-ші тоқсан бойынша тиімді есептеу тәсілдері бөлімінде алынатын бірінші бөлім бойынша жиынтық бағалау критерийлерімен таныстыруды жөн көрдім. Сіздерде бірінші бағалау критерийі өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданатын дағдыларын көрсететін боласыздар. Сосын өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды. Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады. Сіздердің балаларыңызды осы критерийлер бойынша бағалайды. Яғни сіздер тиімді есептеу тәсілдері бөлімін аяқтап отырсыздар. Қалай қолданып жатқанын көрсетуге 15 минут уақыт беріледі. Бірінші тапсырма: тиімді есептеу тәсілін көрсетіп, өрнек жаз және олардың мәнін тап. 23-ке 38 қосу үшін ондықтарға ондықтарды, бірліктерге бірліктерді жақша арқылы қосып көрсетеді. Әрі қарай 5-ке 9-ды көбейту, бұл көбейтіндінің мәнін жазады. Сосын 3 қосылғыш, осы 3 қосылғышты қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолдана отырып көрсетеді, тиімді тәсілге келтіреді. Яғни 97-ге 3-ті қосқан бізге тиімді, өйткені толық жүздік шығады, толық жүздікке 95-ті қосу ыңғайлы болады. Соны көрсету керек. 4 қосылғыштан тұратын қосынды. Бұл жерде де қосудың терімділік қасиетін көрсетіп, балалар тиімді тәсілмен есептеуді көрсетеді. Әрі қарай берілген өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайды. Мына берілген амалдың орындалу ретін көрсетеді және мына варианттардың ішінен, нұсқалардың ішінен біреу қай нұсқа дұрыс соны белгілейді. Яғни бірінші жақша ішіндегі қосу амалы орындалды, одан кейін көбейту, ең соңында азайту амалы орындалғанын көрсету керек. Әрі қарай жақшалы және жақшасыз өрнек берілген. Бұл жерде де өрнектердің амалдардың орындалу ретін көрсете отырып, өрнектің мәнін табады. Осылайша сіздер осы бөлімде мына критерийлер арқылы және осы дескрипторлар арқылы сіздердің балаларыңыз бағаланатын болады. Енді толығырақ. Бірінші, тиімді деген сөз ыңғайлы, оңай, өзіне қай есептеу тәсілі көңіліне қонымды, сол тәсілмен шығару керек. Соны балалар өздері дәлелдеу керек. Ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосып есептеген тиімді болып тұр. Және мына толық ондықтарға келтіріп алып, қосқан өте тиімді болады. Осыны көрсету керек. Әрі қарай өрнектегі амалдардың орындалу ретін көрсетеді және оны белгілеп береді. Мына жерде өрнектің мәнін тапса да, таппаса да болады. Әрі қарай жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады. Жалпы бірінші бөлім бойынша сіздерге дайындықты осылай жүргізу керек. Мұғалімдер сіздерге дәл осы тапсырманы береді деп мен айта алмаймын, бірақ бағалау критерийі және оқу мақсаттары осы болады.